Ақмола облысының Жарқайың ауданының білім бөлімінің Нахимов ауылының негізгі орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Асылбекова Ләззат Жаңбыршиновна. Бүгінгі менің өтетін тақырыбым бөлім тақырыбы адамгершілік асыл қасиет. Сабақтың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы елінің бастары мысалы 5-ші сыныпқа арналған. Мақсаттары: әдеби шығарманың жанрына сай болғасы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Сабақ мақсаты: шығарма мазмұнын түсінеді, шығарманың формуласы мен сюжеттік дамуын сипаттайды, тұжырым жасайды. Бағалау критерийлері: шығарманы құрылысынан талдайды, шығарма құрылысына талдай отырып сюжеттік дамуын сипаттайды. Мысал туралы ақпарат беру. Орыстың тәжірибе еттім мысалдарын, әзірге қолдан келген осы бәрім, қанағат, азға деген жоққа сабыр, қомсынып, қоңырайма құрбыларым. Мысалдар: аңдар, құстар, хайуанаттар, өсімдіктер іс-әрекеті, мінезі арқылы адам бойындағы мінді, кемшілікті тұспалдап, әжуа күлкі етеді. Мысалдар өлеңмен де, қара сөзбен де жазылады. Осындай шағын көлемді оқиғалы, адамға сабақ болатын тағылымдық шығарманы мысал етеді. Ахмет Байтұрсынов 1873 жылы 1938 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сартүбек ауылында дүниеге келді. Қазақтың ұлттық тіл білімінің іргетасын қалаушы, лингвист, ғалым, еңбегі ерекше ағартушы педагог, сөз құдіретін танытқан тамаша ақын, ірі қоғам қайраткері. Қазақ оқушыларының бірнеше буыны сауатын Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиімен ашып, ана тілін тіл құралы арқылы оқып үйренді. Ахмет Байтұрсынов араб графикасына негізделген қазақ жазуының іргесін қалаушы, қазақ әдебиеті мен әдебиетін зерттеуші тұңғыш ғалым, қазақ халқында адал қызмет еткен ірі қоғам қайраткері. Ақынның алғашқы өлеңдері 1909 жылы Санкт-Петербургте 40 мысал аударма жинағында жарық көреді. Екінші кітабы Маса кітабы. Орыс ақыны Крыловтың мысалдарын абайдан соң Ахмет Байтұрсынұлы да аударып, 40 мысал деген атпен 1909 жылы Петербургте кітап етіп шығарған. Ахмет Байтұрсынұлы 40 мысал кітабы. Ахмет Байтұрсынұлы орыс мысалшысы. Иван Андреевич Крылов туындыларын қазақ тіліне аударып, 40 мысал деген атпен 1909 жылы Петербургте бастырып шығарады. Тақырыптық ауқымы кең, көбіне өлең үлгісінде жазылатын мысалдардың кейіпкерлері көбіне аң, құс, өсімдіктер, кейде адамдар да болып келеді. Мысал өлеңдерде қоғамдағы адамдыққа жат қылықтар, адам бойында кездесетін келеңсіз мінез құлықтар сыналады. Соңы ғибратты түйіндемемен аяқталып отырады. Егіннің бастары 40 мысал жинағындағы мысал өлеңдердің бірі. Өлеңді егіс даласын аралап келе жатқан әке мен баланың диалогы арқылы тәрбиелік мән терең ой айтылады. Бастарын төмен салып иіліп тұрған бидайлардың ішінде жалғыз-ақ бір ғана түп бидайдың басын көкке көтеріп, өзін өзгелермен тең көрмей шікірейіп тұруын әкесі бидайдың басында бірде-бір дәні болмағандығынан деп түсіндіреді. Шығарманың өзекті ойын автор әкесінің баласына айтқан осы бидай сияқты басын көкке көтерген тәкаппар, бірақ іші қуыс адамдар көп, мұндайды үлгі тұтпа деген ақыл насихатымен түйіндейді. Бірінші тапсырма: қабырғадағы сурет әдісі арқылы шығарма формуласына сәйкес мәтін мазмұнын меңгеру. Дескрипторлары: мәтінді оқиды, мазмұнын меңгереді, қабырғаның ішіне мазмұнын жазады, сұлбаның сыртына мәтін мазмұны бойынша сұрақтар жазады. Анықтама бұрышы: формула дегеніміз көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау, әңгімелеу. Ықтимал жауаптар. Бірінші сұрақ: өлеңде кімдер туралы айтылады? Өлеңде әкесі, баласы, бидайлар. Екінші сұрақ: бала әкесіне қандай сұрақ қойды?
Бұл бидай неге басқалардан ерекше басын көкке көтеріп тұр? Үшінші сұрақ. Әкесі қандай жауап берді? Бұл бидайдың дәні болмай кекірейіп көкке қарап бөлініп тұр. Төртінші сұрақ. Саған қандай бидай ұнады? Неге? Маған дәнін қожасына беріп иіліп тұрған бидайлар ұнайды. Себебі ол тәкаппар емес. Екінші тапсырма. Оқиға тауы. Әдіс арқылы өлеңге сюжеттік композициялық талдау жасау. Дескрипторы. Сюжеттік дамуға сәйкес оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімін баяндайды. Анықтама бұрышы. Сюжет дегеніміз өзара жалғасқан оқиғалар тізбегі, біртұтас желісі. Сюжеттің жүйелі тұтастығы да, жекеленген сәттері де, яғни бастамасы да, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегіне жетуі, шешімі немесе аяқталуы болады. Ықтимал жауаптар. Оқиғаның басталуы. Баласы мен әкесінің егіннің басына келуі. Оқиғаның дамуы. Бастары дәнге толған бидайлар. Оқиғаның шиеленісуі. Көкке қараған бидай. Оқиғаның шарықтау шегі. Баласының сұрағы. Оқиғаның шешімі. Әкесінің жауабы. Төрт сөйлем әдісі арқылы сабақты қорытындылайық. Дескриптор. Берілген тақырып бойынша өз пікірін айтады. Мәтіннен дәлелдеме келтіреді, мысал келтіреді, сыни тұрғыда баға береді, өзіндік тұжырым жасайды. Егіннің бастары өлең жолдарын өз тұжырымдарыңызды жазыңыздар. Өлеңнен үзінді. Елде көп бұл бидайдай адам деді. Тәкаппар оны халық жаман дейді. Қалып емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді балам деді. Енді осы өлең жолдарында оқи отырып, өздеріңіз түсініктеріңізді жазасыздар. Дескрипторы. Өлең жолынан өз тұжырымын келесі бағанға жазады. Ұнаған жолдарын дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы. Егіннің бастары шығармасын мәнерлеп оқу, түсінігін айту. Назарларыңызға рахмет.